Сарғайған архив беттерін парақтаған сайын қазақ ұлттық сахна өнерінің тұтас дәуірі көз алдыңызға келеді. Сол дәуірдің шоқтығы биік тұлғаларының бірі Қазақстанның халық артисі Торғын Тасыбекова. Бүгін біз мұрағат деректеріне сүйене отырып, Торғын Тасыбекова тұлғасын тереңірек танып, оның ғибратты ғұмыры мен өнер жолына тағылымды саяхат жасаймыз. Мұрағат деректерінде Торғын Тасыбекованың 1938 жылы 15 тамызда Алматы облысы Іле ауданындағы Ынтымақ ауылында дүниеге келгені айтылады. Торғын бала кезінен ақ өнерге құштар болып өседі. Қызының өнерге деген ықыласын сезген әке оған арнайы домбыра жасатып береді. Домбыраның үніне қосылған Торғынның өнерге деген сүйіспеншілігі арта түсті. Торғын Тасыбекова 5-ші сыныптан бастап Алматы қаласындағы нөмірі 12-ші мектеп интернатында оқиды. Сол жерде орта мектепті тамамдайды. Актриса өз естелігінде кейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға түсіп, оны профессор Асқар Тоқпановтың класы бойынша бітірдім. Ал 1961 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына қызметке қабылдандым. Содан бері сахна менің тағдырым, өмірімнің мәніне айналды. Біреулер үшін бұл еңбек жолы ғана шығар, ал мен үшін сан қилы тағдырларды бастан кешкен, талай кейіпкердің жан дүниесіне үңілген, сан рет қайта туған өмір деген еді. Театрға алғаш келгенде ойнаған рөлі Мұхтар Әуезовтің Абай трагедиясындағы Мағыш. Алғашқы қадамдар жеңіл болған жоқ. Өнер жолындағы қиындықтардың бәрі оның жан дүниесін байытты, шеберлігін шыңдады. Мағыш менің тура өзіме нағыз келген рөл болды. Мен Мағыштан танылдым. Халыққа да, елге де. Мағыш бейнесінен кейін Торғын Тасыбекованың сыршыл да әсерлі кейіпкерлер галереясы қызықты образдарымен байи түсті. Оған сахна өнерінде ұлы ұстаздардан тәлім алу бақыты бұйырды. Ол кемеңгер режиссер, сахна өнерінің заңғар тұлғасы Асқар Тоқпановтың шеберлік мектебінен өтті. Жаңашыл әрі батыл режиссер Әзірбайжан Мамбетовпен бірлескен жұмыс оның өмірінде орны бөлек тәжірибе, нағыз шығармашылық мектеп болды. Ұстаздары оның бойына сахнаға деген шынайы адалдықты, терең жауапкершілікті және жан дүниенің тазалығын сіңірді. Бүгінгі таңда Торғын Тасыбекованың шығармашылық жолы арқылы күллі қазақ театрының шежіресіне үңілуге болады десек қателеспеспіз. Өнердегі ең қымбаты театр. Театрға 20 жасымда келсем, биыл міне 80-ге келіп отырмын. 60 жыл сол бір театрда еңбек еттім ғой. 200-ге тарта рөл ойнадым. Торғын Тасыбекованың сахнадағы серіктері де бір дәуірдің шежіресінде еді. Әнуар Молдабековтың тереңдігі, Сәбит Оразбаевтың шынайылығы, Асанәлі Әшімовтың харизмасы, Әнуар Боранбаевтың табиғилығы, барлығы оның шығармашылық жолына зор ықпал етті. Сол кездегі сахнаға келген жас актерлардың тағы бір бақыты қазақ театрының алып тұлғаларын көзімен көріп, тәлім алу мүмкіндігі еді. Қалибек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, Құрманбек Жандарбеков сынды тау тұлғалардың өнері мен өнегесі оған бағыт бағдары берді. Ал Сабира Майқанова, Шолпан Жандарбекова, Хадиша Букеева, Хабиба Елебекова, Бикен Римова сынды сахна саңлақтарының өнегесі оған қанат бітірді, анасындай шексіз мейірімде бөледі. Әсіресе Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана спектаклінде Толғанай рөлінде Сабира Майқанова Торғын Тасыбекова Алиман бейнесін терең толғаныспен сомдайды. Кезек-кезек ойнадық. Екі состав Нүкет Аймышбаева мен екеуміз. Кезек-кезек ойнағанда Сәбир апамның мына омырауына бүйтіп иіскеп бірге жүрем. Ана жерден өте алмай қалады, әлі круг айланып жатыр ғой, кезекпе. Сонда көтеріп алып қоя салам ана кісіні.
күшті болатын сондай. Апа маған айтатын, көзің көк маған ұқсаған, өзің сарысың, менің қызымнан аумайсың деп сөйтетін Сәуле апа. Өмір тосын сыймен ғажап кездесулерден тұрады. Торғын Тасыбекованың өнерде ғана емес, өмір жолында талантты актер Әшірәлі Кенжеевпен жұп болып, отбасын құруы да тағдырдың ғажайып сыйына ұқсайды. Мамамыздың негізгі өмірдегі ұстанымы ол тек қана алға болатын. Сөйтіп айтатын, только вперед. Ешқандай қиындықтарға мойынбай, қандай қиындықтар болса да өткеруге сондай күш беретін, балаларына ақылын айтып, бәрімізді иншалла адам қылып өсірді. Сонымен қатар мама өз ісінде профессионал болды. Актриса болу оңай емес. Мамам театрда да, үйде де бәрін үлгерді. Шештағай, етігіңдаяу, байпақшам кедай, көрейін-ау, өз сораманнан, уашыркан ұстап аласа. Бір күні үйге барсақ, ол сонда еркелететін, мен баламды қатты еркелетіп жіберетін мамам. Сол үйде отыр екен, мен келіп, ей Арман, не отырсың, мен бәрін шашып тастапсың ғой, жина деймін. Жоқ, жинамайым пап. Неге жинамайсың, жынды ма? Жоқ, мама меня король назвала дейді. Ажека меня королем назвала дейді. Я, сахна олардың шығармашылық әлемі болса, өмір олардың шынайы махаббатының мекені еді. Торғын Тасыбекованың нәзіктігі, сұлулығы мен ішкі парасаты Әшірәлі Кенжеевтің болмысына ерекше қуат сыйласа, Әшірәлі ағамыздың сабырлы болмысы, азаматтық келбеті Торғын апайдың шығармашылық әлемін биіктете түсті. Осындай бекем сыйластықтың арқасында олардың махаббаты уақыт сынынан өтіп, ел жадында аңызға айналды. Сондықтан олардың өмір жолы тек шығармашылық тарих емес, махаббат пен адалдықтың әсерлі шежіресі болып бекіді. Торғын Тасыбекова мен Әшірәлі Кенжеев театр тарихында жұлдызды жұп деп айтсақ болады. Өткені қаншама образдарды осы сахнада қазіргі театр тарихының алтын қорында қаншама спектакльде ойнаған образдарының жиынтығы тұр. Театр музейінің қоры соншалықты керек десеңіз бағдарламалармен де, афишалармен де сол кезеңнен бастап сақтаулы тұр. Соның ішінде жаңа айтып отырған міне жұлдызды жұп бірге ойнаған спектакльдерін сіз сұрап отырсыз. Мен бірінші айтар едім, ол Қос көрпеш Баян сұлу спектакліндегі екеуінің ойнаған басты геройларды ойнаған міне суреттері бар. Бұл сонау сол 60-70 жылдардағы суреттерден мінекей көруге болады. Намысыңды мен жоқтап, айығыңды жуарым алдыңда. Осы жолыңды қисаң қайтеді маған. Қорлауың ба? Жоқ әлде қолқан ба? Қол бастап елден шығып, орта жолдан үйіңе қайт дейсің ғой. Бұл да қолқа болғаны ма? Білек сендерде болса, жүрек бізде екенін білмейтін бе едің, құрбым? Бірақ жауға қыз аттанғанда. Жас батым үйде жатқаны ма? Жауыңды көріп қалып ем, одан намысым үшін шаптым деді. Алдаған екен. Сенің намысың менікі болсын. Тағы сұрайын, қишы маған осы жауыңды. Не жауыңның, не өз басында кетердің алдыңа. Сонда шапсаң да, сүйесең де өзің боларсың, төреші. Кейін келе міне 80 жылдары ескі үйдегі екі кездесу спектаклінде екеуі бірге ойнады. Арнайы жазылған кәдімгі пьеса ретінде. Өйткені Торғын апай өзінің кітабында жазып кетеді. Мен осы пьесамен танысып шықтымдағы өзіме бір жаңағы образым, рөлім келмейтін сияқты қиналдым. Сол кезде Әшекеңе айттым, қалай болады екен деп. Өйткені екі адамның соншама жаңағы көрерменді ұстап отырудың өз қиын ғой, сонша уақыт деген кезде Әшекең бір күні кешке жақын келіп айтыпты, жоқ Торғын, бұл дәл өзіңнің
өміріңді, өзіңнің кәдімгі өмірдегі бүкіл жағдайларды ойнайтын, саған келетін образ ретінде мен оқып шықтым. Саған келеді ол рөл деп айтқан екен. Мысалы, осы екеуінің бірге, сонымен қатар Бикен Римова Абай Әйгерім спектаклін арнайы кәдімгідей Абайды Әшірәлі Кенжеев, Әйгерімді Торғын Тасыбекова ойнаған. Япырай, Әйгерім, көп жылдар өтіп қайырлы атта қарасақ, жау да шапқан, жұт та шапқан өткір көп бәрінде. Қараш Абай, алдыңда ауылың ғана емес, елменді елің бар, қалың қазақ қарындас, бәрінің де назары бізде отыр. Театр сахнасында 10 жыл бойы үздіксіз қойылып, көрерменнің ыстығы ықыласына бөленген тағылымды туындылардың бірі Абай Әйгерім спектаклі еді. Бұл шығарманы қазақ театр өнерінің көрнекті өкілі Бикен Римова басты рөлдерде сомдайтын актерлерге арнайы жазды. Өйткені Бикен Римова Торғын Тасыбекова мен Әшірәлі Кенжеевтің табиғи болмысындағы үндестікті терең сезінді. Өйткені Торғынның нәзік те сыршыл келбеті, ішкі жан дүниесіндегі сұлулық пен сабыр, әуезді де қоңыр үні Әйгерім бейнесімен ерекше қабысып жатты. Ал Әшірәлінің келісті тұлғасы, парасатқа толы болмысы, әсерлі дауысы Абайдың кемел тұлғасын көз алдыңа әкелетін. Осы үйлесімді дәл таныған автор қос өнерпаздың шығармашылық қуатына үлкен сенім артып, Абай Әйгерім спектаклін сахнаға шығаруға бар жан тәнімен кіріседі. Бикен апай әрбір кейіпкердің ішкі иірімін терең ашуға, тарихи тұлғалардың жан дүниесін шынайы жеткізуге айрықша мән берді. Нәтижесінде сахна төрінде көрермен жүрегін толқытқан, сұлулық пен сезімге, парасат пен махаббатқа толы тағылымды қойылым дүниеге келді. Қойылымда талантты режиссер Жақып Омаров сахналап, ал Сыдық Мұхамеджановтың сыршыл да терең музыкасы спектакльдің көркемдік қуатын айрықша арттыра түсті. Бұл қойылым тек сахналық жетістік қана емес, көрермен жүрегіне жол тапқан рухани құбылысқа айналды. Семей өңіріне арнайы барған өнер ұжымы Әйгерімнің туған ауылында өнер көрсетеді. Сол сапар жайында Торғын Тасыбекова тебірене еске алып, тобықты елі спектакльді ерекше қошеметпен қарсы алды. Біз сахнадан талай Абайды көрдік, бірақ дәл мұндай келбетті жас Абай мен сұлу да сырлы Әйгерімді көрмеппіз деп, ағынан жарылып, ақ батасын берді дейді. Ал Әйгерім ауылындағы ақсақалдардың ықыласы тіпті бөлек еді. Олар актрисаны көріп, әжеміз тіріліп келіп ортамызға қайта оралғандай болды деп зор құрмет көрсетіп, шапан жауып ат мінгізген екен. Бұл шынайы өнер құдіретінің айқын көрінісі еді. Кейіпкер болмысын терең зерттеп, талмай ізденудің маңдай тер мен шығармашылық еңбектің нәтижесінде туған тарихи бейне халық жадында сақталып, талай жанның жүрегін толқытты. Торғын Тасыбекова мен Әшірәлі Кенжеев ойнаған Абай Әйгерім қойылымы қазақ театр өнерінің алдыңғы орнынан орын алған көркемдік қуаты мен рухани әсері биік сахналық мұра болып қалды. Әріптес жағынан мен ол кісімен біраз рөлдерді ойнадым. Өзім режиссер ретінде ол кісіге рөлдерді бердім. Аршын Малалан деген спектакль ойдым. Бұл кісі ән айтады ғой, әншілігін білем. Жахан Бике деген бас геройдың әпкесінің рөлін бергенмін. Құлшына кірісті, ол енді кейінгі жылдардағы соңғы ойнаған рөлдерінің бірі. Қатты жақсы көріп ойнады. Өйткені әні бар ғой ішінде. Торғын жеңешем қандай рөл ойнаса да бір ән қосайықшы бұл жерге деп айтып тұратын. Өйткені жүрек әндетіп тұратын актриса. Торғын Тасыбекова театр сахнасында 200-ден астам рөлді асқан шеберлікпен сомдады. Мысалы, Шыңғыс Айтматовтың Ана жер анасында Алиман, Мұхтар Әуезовтің Қарақыпшақ қобыландысындағы Құртқа, Қара көзіндегі Ақбала нәзік сезім мен ішкі драматизмді жеткізген әйел образдары ретінде ерекшеленді. Ал Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлуындағы Баян, Әбділда Тәжібаевтың Майрасындағы Майра,
Абай әйгерімдегі әйгерімнен сұлулық пен рухани үйлесімнің айқын бейнесін көреміз. Ал Шекспирдің асауға тұсауындағы Бианка, Фриштің Дон Жуанның думанындағы Донна Анна рөлі ішкі қайшылығы мол, күрделі мінезімен дараланды. Мысалы, Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейнесіндегі Қатира, қасірет пен үміттің тоғысқан тұсы десек, драматург Дулат Исабековтың ескі үйдегі екі кездесуіндегі Зейнеп, уақыт пен тағдыр алдында толғанған жан. Ал Томиристегі Елес, қазақтардағы ана, тарихи сана мен ұлттық рухты бейнелейтін терең образдар. Біз бұл рөлдерден Торғын Тасыбекова драмалық, психологиялық, лирикалық бейнелерді қатар игерген қайталанбас сахна шебер екенін көреміз. Көп осы кітаптарын оқығанымда қарасам айтады, маған әр жаңағы спектакльден кейін сол өзімнің қатар құрбыларым, сонымен қатар жаңағы Бекен апалар, өзімнен үлкен апайлардың бүкіл жаңағы берген ақылдары, қалай сахнада өзімді ұстауым туралы айтқандары, қандай жаңағы қалдырған өсиеттерін бәрін осы күнге дейін есімде сақтап, осы күнге дейін құрмет етіп келдім деп өзінің кітабында жазып кеткен екен. Сонымен қатар ары қарай мысалға ұрпақтар жалғасып жатыр ғой, енді жастарға Торғын апаның дәл сол сияқты қарайтындығын байқауға болатын еді. Әр спектакльден келіп, көріп, одан кейін өзінің ақылын айтып, сен мына жерде дұрыс жасадың, дұрыс жасамадың деп. Сонымен қатар біз жаңағы бірге жиналысымыз өтеді ғой әр аптада. Сол жиналыста тұрып, бәріне жаңағы жақсы ойнағандарға рахметін айтып, ал сәл былай әлі де жетпейді, әлі де бітпейді деп ренжітіп алмай соларға өзінің жаңағы тілектестігін, өзінің ниетін білдіріп отыратын. Енді қазіргі кезде әрине мұндай кісілердің ақылы, мұндай кісілердің берген жаңағы өсиеті бұл әр уақытта өнер адамдарына қажет деп ойлаймын. Тасыбекованың кинематография саласындағы шығармашылық ізденістері де айрықша мәнге ие. Оның шоқтығы биік жұмыстарының бірі «Ән қанатында» фильміндегі рөлі. Бұл Әзірбайжан Мәмбетовтың кино өнеріндегі алғашқы қадамдарының бірі саналады. Актриса Майра Уәлиқызының прототипін Сабира бейнесі арқылы сомдайды. Торғын Тасыбекова бұл рөлі арқылы ол тек сахна актрисасы ғана емес, кино кеңістігінде де өзіндік қолтаңбасы бар кәсіби өнер иесі екенін дәлелдей түсті. Өнер иесінің сахналық болмысы, сырнаймен ән шырқаған сәттері көрермен жүрегіне ерекше әсер қалдырады. Торғынның орындауындағы әншінің образы нәзіктік пен өр рухты қатар ұштасып, тарихи тұлғаның дара болмысын аша түсті. Фильмнің режиссері Әзірбайжан Мәмбетов тарихи тұлғаның тағдырын экран тілі арқылы терең жеткізе білді.
Сонымен қатар актрисаның дубляж өнеріндегі еңбегі де ерекше. Ол Фархат Шырын мен Король Лир фильмдеріндегі кейіпкерлерді, сондай-ақ кинодағы Ақбала мен Мағыш бейнелері арқылы да өзіне тән әсемде, әсерлі даусымен көрермен жүрегіне жол тапты. Ол өнер академиясында сахна тілінен сабақ берді. Болашақ кино және театр мамандарын тәрбиеледі. Торғын Тасыбековдай сахналық сүйкімі осы алаулап тұратын актрисаны мен бүгінгі дейін кездестірген жоқпын. Сүйкім деген орысша обаяние, сахналық обаяние деген болады. Өмірде сүйкімді болуың бек мүмкін, бірақ сахнаға келгенде сахнаның құдіреті, кепиеті кейде сүйкіміңді, құтыңды қарша жүретін тұстарда болады. Ал енді Торғын Тасыбекованың сахналық сүйкімі өлшеусіз, прямо Алла тағаланың өзінің жіберген бір әдемілігі, сол күйі құлпырып тұратын, күлімдеп тұратын. Бүкіл әйелдер образының галереясын жасап кеткен адам 150-ден астам рөл ойнапты. Торғын жеңішімді лирикалық нысандағы актриса болатын. Ол кісіге жететін, ол кісіге лирикалы рөлдерге келгенде Торғын Тасыбекова пар келетін бірде-бір актрисаны. Мен өз жағдайымда, осы өмірімде 50 жылдай сахнада жүрмін, өмірде кинода да кездестірген емеспін. Торғын Тасыбекованың рөлдері, әрбір сахналық бейнесі бүгін архив қойнауында сақталып, қазақ театрының алтын қорына айналды. Ол сомдаған кейіпкерлер арқылы тұтас бір дәуірдің үні, қоғамның тынысы, қазақ әйелінің тағдыры сөйлейді. Бүгінде архив тек өткеніңіз емес, ол мәңгілікке айналған өнердің тынысы. Ал сол тыныстың ішінде Торғын Тасыбекованың үні әлі де анық, айқын естіледі.